16 есеп тиімді тәсілмен есептеңдер. Бірінші өрнек жазайық. 30 көбейтілген 2,9 азайтылған 2,9 көбейтілген 28 қосылған 28 көбейтілген 2,7 азайтылған 2,7 көбейтілген 26 қосылған 26 көбейтілген 2,5 азайтылған 2,5 көбейтілген 24 қосылған 24 көбейтілген 2,3 азайтылған 2,3 көбейту 22. Енді бұл жерде ортақ көбейткіштерді көруге болады, я? Жоқ, кетті. Бұл жерде ортақ көбейткіштер, мысалға, мына екеуінде 2,9 жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Мына екеуін топтауға болады. Сөйтіп, әрбір екеуін топтасақ болады екен. Жазам, сонда мына жерде 2,9 жақшаның сыртына шығарам. 30 минус 28 болады. Плюс жақшаны жабамыз. Мына жерде 2,7 жақшаның сыртына шығарсақ болады екен. 28 минус 26 болады. Мына жерде 2,15. 26 минус 24 болады. Так, ары қарай плюс мына жерде 2,13 шығарамыз. 24 минус 22 болады. Енді жақшалардың ішін есептеп шығамыз. Сонда 2,9 көбейту 2 болады, қосылған 2,7 көбейту 2 болады, қосылған 2,5 көбейту 2 болады, қосу 2,3 көбейтілген 2. Енді бәрінде 2 деген көбейткіш пайда болды. Оны жақшаның сыртына шығарып тастаймын. Сонда 2,9 қосу 2,7 қосылған 2,5 қосу 2,3 болады. Енді бұның өзін тиімді қосуға болады. Мына екеуін қосып алам. 4 ойдағымен 5 болады. 5-ке 2 көбейту деп жазайын да. Мына екеуін қосып алайын. 4, 5,4 болады. 5,4 қосылған 5 бүтін болады. Сонда 5-ке 5 қосыла салады да, сонда 10,4 болады. Оны 2-ке көбейтсек, 4 2 8 өтір, одан кейін 12-ке көбейтем 20,8 шығады екен өрнектің мәні. Келесі екінші өрнек жазайық. Мұнда 4 көбейту 39, азайтылған 39 көбейтілген 3,8, қосылған 3,8 көбейтілген 37, азайтылған 37 көбейтілген 3,6, қосылған 3,6 көбейту 35, минус 35 көбейтілген 3,4, қосылған 3,4 көбейтілген 33, азайтылған 33 көбейтілген 3,2. Енді қалай топтасақ болады? Бұл жерде тағы да айырмаларды топтап алсақ болады, я? Жерде ортақ көбейткіш 39 жақшаның сыртына шығарсақ, 4 минус 3,8 болады. Плюс ары қарай мына жерде 37-ні шығарсақ, 3,8 минус 3,6 болады. Мына жерде 35 шығарамыз, плюс 35-ті, сонда 3,6 минус 3,4 болады. Қосу, мына жерде 33-ті шығарамыз. 3,4 минус 3,2 болады. Енді жақшаның іштерін есептеймін. 4-тен 3,8 алсам 0,2, сонда 39 көбейту 0,2 болады. Қосу, мына жерде 37 көбейтілген 0,2 болады. Қосу, 35 көбейтілген 0,2. Қосу, 33 көбейтілген 0,2. Бәрінде 0,2 деген көбейткіш бар. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып жіберем. Соны жазам 39, қосу 37, қосу 35, қосу 33 деп. Енді жақшаның ішінде мынағаннан қосып алам. Қалған екеуін қосып алам. Көбейту жақша ішінде 39-ға 35-ті қоссақ 74 болады. Оған қосам 37-ке 33-ті 70. Сонда жазам екеуінің қосындысы 144. Көбейту 0,2. 2-ке көбейтсем 288. Өтірден кейін бір цифрдің алдына өтір қоям. Сонда 28,8 шығады екен. Сеп. Жеміс сусынын дайындау үшін 7 бөлік кепкен алма
3 бөлік өрік және 2 бөлік жүзім алынды. Жазып алайық. Алма бар, өрік және жүзім. Мынадан 7 бөлік. Мынадан өріктен 3 бөлік, жүзімнен 2 бөлік. Ондағы кепкен алма өрік пен жүзімнен, ондағы кепкен алманың салмағы өрік пен жүзімнен қарағанда бір бөлігінің 0,6 килограмға артық дейді. 0,6 килограмға артық. Мына екеуін қосқандағы салмақты. Онда белгісіз бір бөлік. Жеміс сусыны дайындау үшін барлығы неше килограмм жеміс жидек алынғанын табу керек дейді. Барлығы қанша килограмм жеміс жидек кеткенін табу керек. Енді бұл жерде үшеуінің де салмағы белгісіз. Ондай болса, бізге жаңа барлығының салмағын сұрап тұр ғой. Енді мұнда жаңағы алманың салмағы, жалпы салмағын айтып тұрған сияқты. 7 бөліктің салмағы, мына барлығын қосқандағы салмақта 0,6 килограмм артық болады деп түсінейік. Енді мына жеріне өрік пен жүзімнің қосындысын тауып алайық. 3 бөлікке 2 бөлікті қоссам 5 бөлік болады, 5 бөлік. Мына алма барлығы 7 бөлік. Алма артық болып тұр бөліктен де, сонда 7-ден 5 алып тастасам 2 бөлікке артық. Ал 2 бөлік дегеніміз ол 0,6 килограмға артық деген сөз. Ендеше осыдан бір бөліктің қанша килограмм екенін тауып алуға болады. Яғни 0,6-ны аламыз да 2-ге бөліп тастаймыз 2 бөлікке. Сонда бір бөлігі 0,3 килограммнан болады. Бір бөлігінің салмағы. Ендеше бір бөлігінің салмағы 0,3 килограмм болатын болса, мұнан барлығы неше бөлік, соны тауып алам. 7-ге қосамын 3 бөлікті, қосамын 2 бөлікті, 12 бөлік болады. Әр біреуі мынанша килограммнан, сонда 12-ні 0,3-ке көбейтем. 12-ні 3-ке көбейтсем 36, өтірден кейін бір цифрын алдына өтір қоям. 3,6 килограмм болады екен. Сонда жауабы жеміс сусын дайындауға арналған барлық жемістердің қосындысы 3,6 килограммға тең болады екен. Сегіз жүз 98-ші есеп. Периметрі қабырғасы 9,65 см болатын квадраттың периметріндей тік төртбұрыштың ені 8,17 см дейді. Яғни бізде квадрат берілген, квадраттың қабырғасы 9,65 см екен. Және бұл квадраттың периметрі тік төртбұрыштың периметріне тең дейді. Және тік төртбұрыштың ені берілген, ол 8,17 см. Бізге осының ұзындығын табу керек екен. Ұзындығы белгісіз деп қойық. Шешуі дейміз. Бізге ұзындығын табу үшін оның периметрін білу керек. Периметрін тауып алайық алдымен. Квадраттың периметрінің формуласы ол 4 көбейтілген аға тең, себебі квадраттың барлық қабырғасы өзара тең. Ендеше осыдан периметрді есептеп алайық. 4 көбейтілген а мәні 9,65. Черновикке есептеп алайық. 9,65-ті 4-ке көбейтем. 20 нөл жазам 2 ойда, 24 ойдағы 2 мен 26 2 ойда, 36 ойдағы 2 мен 38. Өтірден кейін 2 цифр, 1-2 цифрын алдына өтір қоям. Соңғы нөлді алмай қойсақ болады, сонда жауабы 38,16 сантиметр болады екен. Бұл бізде тік төртбұрыштың периметрі де осы мәнге тең болады. Ендеше тік төртбұрыштың периметрі бізде ол формула бойынша ұзындығын еніне қосып 2-ке көбейткенге тең, формула бойынша. Ендеше осыдан біз осы формулаға салсақ, осының мәні белгілі ғой бізде, яғни ұзындығын еніне қосып 2-ке көбейтудің мәні 38,16 бізде. Ол белгілі периметр. Ендеше осыдан ені а деп алайықта, ені а деп алайықта, ұзындығы v-ны белгістейміз. А-ның орнына 8,17 мәнін қоям, плюс v-ны табу керек дейік. Сонда бізде осындай теңдеу пайда болады. Теңдеуді шешеміз.
Алдымен мына 2-ке бөліп жіберемін екі жақты да. Сонда 8,7 плюс v қалады. Тең, мына жақта 2-ке бөлгенде 3-тің ішінде 1 рет, 1 қалдық қалды, 18-дің ішінде 9 рет, өтір 6-ның ішінде 3 рет. 19,3 шығады екен. Енді v-ны табу үшін 19,3-тен мына 8,7-ні алып тастаймыз. Сонда v тең болады. Так, 13-тен 7-ні алсам 6, өтір мында 18 қалады, 18-ден 8-ді алсам 10,6 сантиметр шығады екен. Ендеше жауабы біздің тік төртбұрышымыздың ұзындығы 10,6 сантиметрге тең екен.